Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз өте дәмді және үлпілдек америкалық панкейк дайындаймыз. Қажетті ингредиенттер экранда көрсетілген, түсіріп алыңыздар, немесе паузаға қойып қарасаңыздар болады. Ал енді бастайық. Бізге ең алғаш 4 жұмыртқа қажет болады. Оның сарысы мен ағын бөліп аламыз. Сарысын бөлек ыдыста араластырып, дайындап қойған 4 ас қасық қантымызды қосамыз. Төрт ас қасық сұйық май қосып араластырамыз. Сұйық майды жібітілген сары майға да алмастырса болады, дәмі дәмдірек шығады. 250 мл сүт қосамыз. мг ұнға 1 шай қасық разрыхлитель қосып араластырып аламыз да, дайындап қойған сұйығымызға қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді 4 жұмыртқамыздың ағына 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. 5 минут шамасында миксермен жақсылап ұрып алу қажет. Ең соңында ыдыстың түбінде түспейтіндей етіп, сондай консистенцияда болу қажет. Енді дайын болған жұмыртқаның ағын біртіндеп 1-2 қасықтан 2-3 қасықтан бағанағы дайындаған жұмыртқаның сарысы, ұны және тағы басқа ингредиенттерден жасалған сұйығымызға қоса бастаймыз. Мұнда енді жақсылап араластырғанда тым көп күш жұмсамау қажет, себебі дайындалған ақтың үлпілдектігі кетіп қалады. Біздің ең басты мақсатымыз үлпілдек панкейк нанына қол жеткізу, сондықтан осылай жақсылап араластырамыз, бірақ та сұйықтықты астынан үстіне қарай осылай біртіндеп көтере береміз. Сковородкамызды жақсылап қыздырып аламыз да, енді панкейктерімізді пісіре бастаймыз. Төбіне ешқандай май, ештеңе жақпаймыз, себебі біз нанымызға бағана сұйық май қостық, соның өзі жеткілікті. Панкейкіміздің бір беті 20-30 минутта дайын болады. Осындай бетінде пузыректар көресіз, сол кезде дайын болды деген сөз. Сол кезде жақсылап аударып аламыз да. Екінші жағы одан да тез піседі. 10 секундта пісуі мүмкін. Сондықтан енді оны көтеріп шығарып аламыз да, екіншісін пісіре бастаймыз. Осылай енді барлығын пісіріп аламыз. Бұл панкейктер өте тез піседі, сондықтан таңғы асқа өте жақсы нұсқа. Балалар, менің балаларым жақсы көреді, бүкіл отбасым да жақсы көреді, сондықтан тез-тез ертемен тұрып осындай панкейктер жасап беремін. Сіздерге де осындай таңғы асты жасап көрулеріңізге кеңес беремін, өте дәмді шығады. Үйіңізде бар кез келген сироп, немесе варенье, немесе басқа шоколад қоссаңыздар болады, тіпті сары май да бетіне қосып жесеңіздер болады, өте дәмді. Мен үйдегі кленовый сиропты қостым. Бұл сироппен де дәмі өте дәмді шығады. Негізі американдықтар осындай сиропты қосып жейді. Және де мен балама өзім қолдан шоколад пен сүтті қосып, растопленный шоколад дейді ғой, осындай дайындап беремін. Енді түрі онша емес болса да, дәмі өте дәмді шығады. Себебі біздің қазақстанский шоколад ол кішкене қаралау келеді.
Мінекей осымен тамағымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.